Здравствуйте, ребята! Урок номер 50. Казахский соловей. Казахтың бұлбұлы. Ты научишься определять причинно-следственную связь в тексте. Использовать в речи слова-признаки и слова, обозначающие количество и порядок предметов. Сен мәтіннен себеп-салдарлы байланысты анықтауды үйренесің. Заттың сынын, реті мен санын білдіретін сөздерді қолдана аласың. Упражнение первое. Послушай, тыңда. Самые лучшие певцы среди птиц – это соловьи. Они издают самые прекрасные чистые звуки. Соловьи долго учатся петь. Лишь на 3-й год они становятся хорошими певцами. В тех местах, где много старых соловьев, люди слышат замечательные соловьиные песни. Құстардың ішіндегі ең керемет әнші құстар ол бұлбұлдар. Олар керемет, әдемі, таза дыбыс шығарады. Бұлбұл құстар олар ұзақ уақыт бойы өлең айтып жаттығады, және 3-ші жыл дегенде керемет әнші болып шығады. Кәрі бұлбұлдар жиналған жерде адамдар керемет өлеңнің дыбысын ести алады. Народную артистку Бибигуль Тулегенову называют казахским соловьем. Ее красивым голосом восхищается весь мир. ЮНЕСКО включила Бибигуль Тулегенову в число 20 выдающихся женщин 20-го столетия. Она говорит: для меня нет больше радости, чем петь для народа. Халық әртісі Бибигуль Тулегенованы қазақтың бұлбұлы деп атайды. Оның әдемі, керемет даусымен бүкіл әлем танысынады. ЮНЕСКО 20 ғасырдағы 20 белгілі әйелдердің қатарына Бибигуль Тулегенованы да қосты. Ол былай дейді: халыққа өлең айтқаннан артық мен үшін қуаныш жоқ дейді. Что ты узнал о соловьях? Какой у них голос? Бұлбұлдар туралы не білдің? Олардың дауыстары қандай? Почему Бибигуль Тулегенову называют казахским соловьем? Какой у нее голос? Бибигуль Тулегенованы неге халық қазақтың бұлбұлы деп атайды? Оның дауысы қандай? Подбери слова-признаки к трелям соловья и голосу Бибигуль. Бұлбұл құстардың дыбысы мен Бибигуль Тулегенованың дауысына сәйкес келетін сын сөздерді теріп жазамыз. Упражнение 2. Переведи на русский язык. Орыс тіліне аудар. Музыка зацепина, слова Тулегеновой. Ана, мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, көңілің кең дала. Дарасың сен маған, данасың сен маған. Мақтанатын мархабатым, махаббатым. Мама, ты мой вечный друг. Мама, у тебя широкая душа. Единственная ты моя, мудрая ты моя. Гордость моя, милая моя, любовь моя. О чем говорится в песне? Өлеңге не туралы айтылған? Знаешь, как она называется и из какого фильма? Ол өлең қалай аталады және қай фильмнен алынған? Какие слова особо тебя тронули? Қай сөздер саған әсер етті? Прочитай эти строчки дома маме. Осы өлең жолдарын үйіңе барғасын анаңа оқып бер. Упражнение 3. Вспомни. Есіңе түсір. Цветы, гүлдер, подарок, сыйлық, картина, сурет, мама, ана, книга, кітап, улыбка, күлкі, радость, қуаныш, праздники, мейрамдар. Расположи слова в алфавитном порядке. Алфавит бойынша сөздерді орналастыр. На какой вопрос они отвечают? Бұл сөздер қандай сұраққа жауап береді? Укажи число, единственный или множественный. Қай түрге жатады? Жекеше түр ме, әлде көпше түр ме? Переделай эти слова-предметы, слова-признаки. Образец: цветы, цветочные. Заттың атауын білдіретін сөздерді заттың сынын білдіретін сөздерге айналдыр. Үлгі: гүлдер, гүлді. Например, еще подарок, подарочный. Сыйлық, сыйлықты. Картина, картинный. Сурет, суретті. Остальные задания выполняем самостоятельно. Қалған сөздерді өздеріңіз орындайсыздар. Так, идем дальше. Упражнение 4. Выучи. Жаттап ал. Мама. В этом слове солнце свет. Мама. Лучше слова в мире нет. Мама. Льется песенка ручьем. Мама. Это мы о ней поем. Ана. Бұл сөзде күннің нұры. Ана. Бұл сөзден артық сөз жоқ.
Ана, ана. Бұл өлең жолдары бұлақ болып ағады. Ана, ана. Ол туралы өлең айтамыз. Для любознательных, қызығушылығы бар балдарға. Посмотри вместе со взрослыми фильм режиссера Рустема Абдрашева «Небо моего детства». Какую роль сыграла Бибігүл Төлегенова в этом фильме? Қызығушылығы бар балдарға үлкендермен бірге режиссер Рустем Абдрашевтің «Балалық шағымның аспаны» деп аталатын фильмді көр және үлкендермен бірге көр. Бұл фильмде Бибігүл Төлегенова қандай рөлді сомдайды? Упражнение 5. Составь предложение. Сөйлем құра. Замени картинки словами. Суретті сөзге ауыстыр. Сегодня, 8 марта, Аслан и Гуля решили приготовить маме подарок. Они решили испечь торт. Просеяли муку, взбили яйца с сахаром, добавили сметану, разрыхлитель теста. Засыпали орешками, все тщательно смешали и полученное тесто выложили в форму. Поставили в духовку. Через 60 минут бисквит был готов. Аслан сделал цветы из разноцветных взбитых сливок, а Гуля написала 8 марта. Получился красивый и вкусный торт. Мама была рада. Бүгін 8 наурыз. Аслан мен Гуля анасына сыйлық дайындауға шешті. Олар торт пісіреміз деп шешті. Ұнды електен өткізіп, оған жұмыртқа мен шекер қосып, қаймақ пен қопсытқышты қосып, жаңғақтарды араластырды. Барлығын араластырып, формаға салып, пешке қойды. 60 минуттан соң бисквит дайын болды. Ал Аслан болса, жаңағы түрлі түсті қаймақтардан гүл жасауға кірісті. Ал Гуля 8 наурыз деп жазды. Әдемі және дәмді торт шықты. Анасы қуанышты болды. Запомни порядок картинок. Суреттердің ретін есіңе сақта. Используя картинки, перескажи текст. Суретті пайдалана отырып, мәтінді айтып бер. Упражнение 6. Напиши поздравление. Құттықтау жаз. Составь текст поздравлений маме, бабушке или сестре. Начни с обращения. Запиши. Құттықтау сөзін жазамыз. Анамызға, немесе әжемізбен әпкемізге жазуға болады. Ең бірінші қаратпа сөзден бастап жазамыз. 8 марта, 8 наурыз. Дорогая, қымбатты, милая, сүйкімді, любимая, сүйікті. Поздравляю, құттықтаймын, искренне желаю, шын жүректен тілеймін, пусть сбудутся, орындалсын. Вместо многоточек ставьте слова. Көп нүктенің орнына қалған сөздеріңізді қоясыздар. Урок окончен, до свидания.